Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен қарақұмықпен диета ұстау туралы сөйлесетін боламыз. Қарақұмық пайдалы және құнарлы өнім. Ол ең жақсы диеталық азық болып саналады. Сондықтан бұның әртүрлі дайындалу жолы бар. Мен сізге ең оңай жолын көрсетемін. Ол 4 қасық қарақұмықты осылай аласыз. Алғаннан кейін жақсылап жуып алу керек. Жуып алғаннан кейін 1% айран құю керек. 200 мг. 200 мг айран құйғаннан кейін 1 түнге қойып қоясыз. Бұл әдісті жатар алдында істеу керек. 1 түн болғаннан кейін ол өзі жұмсарады, толықтай жұмсарғаннан кейін тағы да 100 мг айран құйып, болмаса осы күйінде жей алатын болсаңыз, осы күйінде жесеңіз, таңғы асқа өте құнарлы және диеталық тағам болып саналады. Бұл әдісті 7 күннен 14 күнге дейін қолдануға болады. Одан да көп килограмм тастайсыз. Мысалы, қарақұмықты күні бойы жеп жүре беруге болмайды. Бұл таңғы асқа ғана қолдану керек. Егер күні бойы жейтін диетаны қолданатын болсаңыз, бұл өте денсаулығыңызға зиян болады. Сондықтан таңғы асқа бұл құнарлы және пайдалы болып саналады. Бұл таңғы ас асқазанды жеңіл тазартады, асқазанның қалыпты микрофлорасын сақтайды, терінің күтімін жақсартады, ағзаның жалпы жағдайын оңтайлатады.